Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше әдемі болып шығатын баклажанды рулеттер, немесе тещин язык деп те атаймыз, жасайтын боламыз. Осылай ерекше сәнді етіп жасалу жолын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын жақсылап жуып тазалап аламыз. Көкөністерімізді немесе жеміс болсын қыздар тазалаған кезде алдын ала салқын суда 2-3 рет жуып, және де ас содасын салып қойсаңыздар өте жақсы болып барлық микробтар кетіп тазаланатын болады. Осылайша ең алдымен баклажанымызды турап аламыз. Баклажанды қолмен жіңішке етіп турасаңыздар да болады, немесе осылай терканың көмегімен барлығын біркелкі етіп өткізіп алсақ та болады. Бұл терканың бір жақсы жері бізге барлығын бірдей етіп, және де жіп-жіңішке етіп өткізіп беретін болады. Құрметті көрермен, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тегін лайктарыңызды аямай басып, әрі пікірлеріңізді қалдырып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма кіріп, видеоларымды толық қарап шығыңыздар, өзіңізге керекті видео рецепт табатыныңызға сенімдімін. Өте қолжетімді заттардан және де неше түрлі рецепттерді таба аласыздар. Міндетті түрде каналыма кіріп қарап көріңіздер. Осылайша баклажандарымыздың барлығын жіңішке етіп өткізіп алдық. Қыздар, қолмен турасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Және де келесі кезекте ыдысымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, мен бұл баклажанды суға салып, тұз салып жумаймын. Егер де қаласаңыз, өзіңіздің еркіңіз, жаңағыдай салқын суға тұзыңызды салып, баклажандарыңызды 20-30 минутқа қалдырсаңыздар да болады. Мінекей жұмыртқамызды араластырып болдық. Енді кезекте панировочный сухарийімізді аламыз. Қыздар, осындай сап-сары түрін қолдануға тырысыңыздар. Сол кезде рулет етіп жасағанда өте әдемі болып тұрады. Базардан килограммдық түрін алсаңыздар өте жақсы болады. Қыздар, мен сіздерге әрдайым айтамын ғой, приправа болсын, немесе осындай майда заттарды килограммдық түрінмен алсаңыздар өте керемет әрі дәмі де әдемі болып шығады. Мінекей, осылайша біз баклажандарымызды алдымен жұмыртқаға, содан соң жаңағы бір жақ бетін сухарийіміздің бетіне жақсылап жағып алатын боламыз. Мінекей қыздар, барлық баклажандарымызды табамызға пергамент қағазын қойып, осылайша жұмыртқаға, сухарийға батырып, барлығын тізіп орналастырып аламыз. Міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут қана пісіретін боламыз. 15 минуттың ішінде бізде толық пісетін болады. Градусын табаңыздың қызуына қарайсыз. Егер 180 градуста дұрыс қызбаса, 190-200 градусқа қойсаңыздар да болады. Әзірге біз пешке баклажандарымыз салып қойғаннан соң осылайша қызанақтарымызды дайындап аламыз. Қыздар, өзіңіздің қалауыңызша жуандау немесе жіңішкелеу етіп турасаңыздар болады. Осылай бөліктерге бөліп алдық. Егер де жаңағыдай рулет етіп жасағанда кішкентай жаңағы жіңішке етіп көрінгенін қаласаңыздар, осылай бөліктерге бөлгеннен соң ортасынан тағы да бір бөлікке бөліп қойсаңыздар болады. Және де біздің рулетиктарымыз әдемі көрініп тұру үшін салат жапырақтарын қолданатын боламыз. Осылайша жіңішке етіп бөліктерге бөліп аламыз, және де астындағы қаттылау болып тұрған жерлерін бөлек алып қоямыз. Қыздар, оны басқа салаттарға немесе тағамдарға қосып жіберсеңіздер де болады. Жаңағы жапырақтарымызды баклажанның көлеміне қарай осылай бөліктерге бөліп қоямыз. Және де бізге чесноктар қажет болады. Осылай майдалап турап алсаңыздар да, немесе үкіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады. Қыздар, салатқа керекті барлық қоспаларды описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Чеснокты қалауыңызша көп немесе аз қоссаңыздар да болады. Содан соң бөлек ыдысымызға салып, үстіне майонезімізді құйып, осылай жақсылап араластырып қоямыз. Мінекей қыздар, біздің жаңағы баклажандарымыз пісіп шықты. Осылай өте әдемі болып шығады. Піспей қалады деп қорықпаңыздар, өте жақсы пісіп шығатын болады. Енді кезекте рулеттарымызды жинайтын боламыз. Алдымен баклажанымызды алып, осылай арасына соусымызды жағамыз. Қалауыңызша көбірек немесе
азырақ етіп жақсаңыздар да болады. Содан соң жаңағы салат жапырағын және де помидорымызды салып жақсылап ораймыз қыздар. Егерде салат жапырағы ғана көрініп тұрған қаласаңыз, осылайша жапырақты жоғары қарай қоясыздар, помидорды ортасына төменірек қойсаңыздар да болады. Ал егерде помидоры бірге көрініп тұрғанын қаласаңыз, помидорды да жоғары қарай орналастыратын боламыз. Қазір видеоның соңында міндетті түрде қалай шыққанын көретін боласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар қыздар. Және де егерде сіздерге осылай пешке піскен түрі ұнамаса, сіздер майға қуырып жасасаңыздар да болады. Осылай рулет ретінде кейбір адамдар бұлай пісіргенді ұнатпайды, піспей қалған сияқты деп, сол үшін де майға қуырып та ұсына берсеңіздер болады. Барлығы өз қалауларыңызбен. Неке қыздар, біздің рулеттеріміз дайын болды. Жаңағы айтқанымдай, егерде помидорда көрініп тұрған қаласаңыз, осылай болып шығады. Немесе тек қана жапырағы көрініп тұрса, осылай әдемі болып тұрады. Барлығы өз қалауыңызша қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өте керемет, әрі дастарханыңыздың көркін келтіріп тұратыны сөзсіз. Сол үшін де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде жасап жатсаңыздар, комментарий бөлімінде қалай шыққанымен бөлісе кетіңіздер. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.